бір ретте көріп қалдым да, еркектің мүшесін тұрғызатын бірдеңені реклама жасап жүргенсіз. Бір саунаны реклама десе, қыздармен оны да жасап бересіз, ақшасын берсе. Иә. Естуіміз бар, ажырасқансыз дейді ғой. Бір адаммен 3 рет ажырасқам. Елге танымал неге осындай ескі қирап қалған машинамен жүр? Мен суретке түсуге қорқатым. Мен негізі дәл сол күні ешкімді ұрған жоқпын. Біреуді өлтіріп кететін рөлінде ойнауға қорықпайсыз ба? Үйдегілер әке-шеше қарсы болды деп ше. Иә. Қанша уақыт сізге ақша төлемеді? Сол 7 жылда ақша алмай киноға түскем. Ол кезде кинотеатрға қазақша кино жоқ. Сонымен не керек, кино 1 теңге таппайды ғой. $20,000 қадалдыңыз примерно. Кино түсірмеймін и киноға түспеймін деген шешімге келдім ғой. Махамбет ағаның күндік табысы қанша? Банкрот болып қарызға кіріп кеттім ғой деді. Бәрі жер арест болып тұр қазір. Шетелге шығамайсыз? Шетелге шығамаймын иә. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде жаңа жоба Факап деп аталады. Бұл жобада біздің елімізге танымал тұлғаларды шақырып, солардың өміріндегі сәтсіздіктер туралы айтатын боламыз. Неге? Себебі қазір қарасақ, бүкіл Instagram, TikTok, жалпы YouTube'да болсын, барлығы тек қана успешті айтады. Бірақ оға дейін мысалы қаншама қиындықтар болады, сәтсіздіктер болады, қадалғандар болады. Сол туралы ашатын боламыз. Бүгін бізде қонағымыз Махамбет ағамыз. Мәке, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Кішігірім таныстырып кетсеңіз, кімсіз, несіз, қаяқтан келдіңіз өзі? Ассалаумағалейкум тағы да баршаңызға, көрермендерге. Есімім Махамбет Балтабаев. Осы 15 жылдан бері осы кино саласында актер болып қызмет етемін, продюсермін. Қазір соңғы кездерде режиссер болып жүрмін. Сол. Бәрекелді. Мәке, осы көптеген адамдардың сұрағы да, ең бірінші сұрағы, осы сақал неғып жеп қала береді дейді да. Осы неғып жеп қала бересіз осы? Кімсіз жегіз жүрген, а? Сол жегізгендермен бір сөйлесу керек болып жүр негізі. Жақсылап, ба? Жақсылап. Жеп қалған кезде ол былай ғой. Негізі кинода, роликте рольға сол персонажды ойнап шығу керек та адам. Мысалы мен енді білесіздер, көбінесе киноларда жаңағы жағымсыз бандиттің рөлін, жаңағы обычно жегіз жіберетін рольдерді ойнап үйреніп қалғам да. Соны актер болғаннан кейін басқа қырларыңызды көрсеткім келеді да. Слабый болып та ойнағым келеді. Жаңағы қалай айтсам болады. Енді ол мен үшін жеп қалу емес, ол мен үшін сол рольді ашқаным деп ойлаймын. Былай айтсам. Керемет. Яғни, мысалы, көбісі тура айтады ғой, осы неғып мәкен жеп қалады деген сияқты. Маған да айтады да. Айтамыз ғой, ол ағамыз профессионал деп ше. Мен енді бір актерлік қабілетім жоқ. Тек қана бір оңай рөлдерді ойнаймын да. Ағамыз болса, қиын кез келген рөлге бірден кіріп кете алады. Енді мәке, екінші сұрақта осы, өз қанша жыл болды деп жатсыз? 2009-дан бері осы кино саласындамын ғой. 2009-дан бері. Бірақ 2009-дан болса да, сізде бір үлкен кинодан әлі көрмедік та? Бір кинотеатрдан. Әлде мен өзім байқамадым ба, қалай? Енді үлкен бір кинотеатрдан шыққан киноларда ойнаған шығармыз, бірақ бір эпизодный, второстепенный рольдерден көрінбей кеткеніміз мүмкін. Ал бірақ бір үлкен главный роль кинотеатрдан ойнамағам. Не себепті сіздің былай қабілетіңіз жетпей ма, не шақырмай ма, неге олай? Шақырмайтын шығар мүмкін. Шақырмайды ма? Жоқ, енді сіздің образыңыз келмей ма, немесе қабілетіңіз жетпей жата ма? Енді өзіңіз кастингтерге барғасыз ба? Кастингтерге барғам, көптеген кастингтерге барғам. Негізі осы кино саласына келген кезде басында енді бір киноның негізі эпизод емес, массовкасында ойнайым деп, сол жерде бір главный роль алып кеткен жөнім бар. Ана кісі бір жағдайлармен түсе алмай қалды да. Ал одан кейін көп кастингтерге барғам, көп кастингтерден отказ алғам, кейбіреулерінен өткем. Мысалға бір 100 кастингке барсам, 90-нан отказ алғам ғой. 90-нан отказ алғам. 90-нан отказ алғам. Ол бастапқы уақытта ма? Қазірде сондай болады? Қазірде де болады. Қазірде де барасың, кастингке барасың, қатысасың. Соны енді ол жерде
жаңағыдай ғой, отказды бүйтіп болды сіз өтпейсіз деп айтпайды ғой, сізге хабарласамыз дейді. Болды хабарласамыз дегеннен бір екі күн күтіп жүресің, хабарласып қала ма деп. Сонымен ары қарай спокойно. Басында қатты әсер етеді маған, хабарласамыз десе өтіп қалдым ба не болды деп күтіп дайындалып солай жүретінмін. Сонымен кейін үйреніп кеттік қой. Керемет. Енді ана қарасақ ше, осы көп ана жастар немесе өзіміз енді кішігірім түсіп жүрік қой, енді қабілетіміз қатты болмаса да, сол кезде көрсек адамдар бірден айтады да, мен мына кастингке бардым, 5 кастингке бардым, өтпедім, уже желание жоқ деп жатады да. Қазірдің өзінде сондай елге танымал болсаңыз да кастингке қабылдамай жатады, получается. Я енді былай ғой, әр режиссер өзінің жаңағы персонажын іздеген кезде соның образы сәйкес келе ма, келмейді ма деп іздейді негізінде. Тағы да бізде проблема бар Қазақстанда. Режиссер көп нәрсені шешпей қалатын жағдайлар болады. Продюсер шешеді. Түсіндіңіз ғой? Продюсер деген түсінікті болу үшін сіздерге сол нәрсеге, осы киноға ақша салып жатқан адамды продюсер. Кинода ақша салып жатқан, киноны ұйымдастырып жатқан адам болуы мүмкін. Сол адамды продюсер дейді. Керемет. Маке, енді қараңызшы, сіз негізі осы оқығасыз ба? Кәсіби маманмын деп жатсыз ғой. Актерлік бір қабілетіңіз қалай ол? Бір жерде білім алдыңыз ба? Қай жерде білім алдыңыз? Актерлік, именно сол актерлік неден мен білім алмағам, бірақ кішкентай кезінен, осы мектеп кезінен сондай іс-шараларға қатысып, скетч-шоу дейтіндер болатын еді ғой, скетч құратындығымыз, желтоқсанның несіне құрамыз ол кезде, сондай нелерде белсенді болып жүрдім. Бірақ бала кезден арманым актер болу. Бірақ оқуға түсетін кезде үйдегілерден отказ алдым, актер болмайсың, заңгер боласың деп, заңгердің оқуын оқығам. Ал бұл актерлыққа қалай келдіңіз сіз? Бұл актерлыққа қалай келдім, мен айттым ғой жаңа, бала кездегі арманым болған. Сонымен Бақытжан деген досым бар мен, Мұратов Бақытжан деген әнші, өзі композитор. Сол досым әкесі Әділхан Мұратов деген кісі киностудия ашады. Киностудия ашып, кино түсірейін деп жатады. Мен как раз Астанада 2 жыл госслужбада істегем. Госслужбада істеп, қайтып келіп, Шымкентте тұратын болып шешкен кезде ол кісілер кино түсірейін деп жатады. Сол кезде жаңағыдай приколдар бар тұғын, артынан атпен шауып өтсек бола ма, бір нәрсе деп бәрі айтатын. Жаңағы сол сатира театрларынан көріп адамдар үйреніп алған әңгімесі ғой. Кино түсіріп жатырмыз, артынан шауып өтейші, тазик ұстап өтейші деген сияқты. Мен де жаңағыдай прикол тастап досым айттым, бірақ ол досым екеуміз мектеп кезінен сондай сахналарға бірге шығып жүрген досым ғой. Сонымен айтты, осындай бір массовкаға түсесің, Тәжікстанның наркобаронының қасына барып отырасың, сөзің жоқ деді. Жарайды дедім. Ол Қынсыз қанжар деген киноның сценарийі, оқиғасы алдында 1 жыл бұрын, сол кезде 2008-2009-да түсірілген болса, 1 жыл бұрын газетке шыққан. Сол кезде оқығанбыз оны, ол оқып шыққанбыз, өзі қызық еді несі, оқиғасы да бәрі. Сонымен не керек? Кино басталайын деп жатады. Жаңағы наркобаронның рөлін ойнайтын кісі ойнап алып шыға алмайды ғой ана рөлді. Оны мен білмеймін, олар уже түсірілім бастап кеткен. Сонымен жаңа досым звондайды, енді киноға түсем деп қуанып жүрмін, массовка болса да арманым ғой, енді бала кездегі арманым киноға түсем деген. Досым звондайды да, Махамбет, сен массовкаға түспейтін болдың дейді. Жүрегім лік ете қалды. Біртүрлі болып қалдым да енді. Біраз адам қайтып қойған соң киноға түсейін деп жатырмын деп мақтанып қойғасын. Сөйтіп хайыр дедім, хайыр сол шығар дедім да. Жоқ, сен главный рөлға түсесің, наркобарон болып дейді. Арада қуанып кеткенсің ғой. Сіз ол жерде сөйлеп бірдеңе бұл не істеу керек пе еді? Жай ғана жүретін бе едіңіз? Массовкада ма? Жоқ, именно наркобаронда. Наркобаронда ол қалай айтсам болады, актер второго плана. Жаңағы киноларда жақсы адам болады, жауыз адам болады, сол жауыз адамдардың главный болып ойнадым да мен. Тағы да ол жерде Тәжікстаннан келген наркобарон. Мысалда, Мәке, сөзіңізді бөлейін. Сіз бұл нәрсеге мүлдем қабілетіңіз жоқ, ал киноға түспегенсіз. Сол бардыңызда главный рөлдердің бірін алып кеттіңіз. Қалай ол? Ақша бердіңіз ба? Не ол? Ақша ештеңе бермедім. Былай болды. Ол жерде кастинг болып қойған. Сонымен мен енді жаңа досым ғой, досым үйіне барам. Сол кезде главный режиссер Қайрат деген жігіт болды. Сол жігіт, давай сен түсіріп, бір-екі нелерді жасатайық деп, sonra заданиялар берді. Камерамен түсіріп, заданияларды алды. Сонымен мен кетіп қалдым.
сонымен жаңағы ана кісі ойнай алмайды, второй жаңағы енді іздеген ғой наркобаронды, кім ойнайды деп. Сол кезде второй режиссер Эльмира деген апай болған. Сонымен қайтадан кастингті ашып қараған ғой. Ал мен алдында головной кастингке келмеген ғой. Бірақ олар ролигімді соның ішіне салып қойғанда қарайды да, мынау отыр ғой дейді, наркобарон. Осын тартып көрейік, ойнай ала ма дейді. Сонымен көрсетші деп, сонымен ары қарай мүмкіндікті жібермедік қой. Мысалы сол жерде мысалы енді көреміз ғой, қазірдің өзінде біз енді қанша роликтерге, киноға түскен өзінде де кейбір кезде дұрыс алып шыға алмай жатамыз. Болмаса дубльден дубль болып жатады. Ең бірінші киноңыз бола тұра, мысалы айқай-шу естідіңіз ба? Жоқ, айқай-шу естімедім. Енді көбінесе ол кездерде проблема текстта болатын тұғын. Енді мен барынша образға кіруге тырысатын едім да, текстта болатын. Ол жерде менің бір нем тәжікше сөйледім де мен. Тәжікшені жаттап алмасаң, білмейсің ғой, мысалы қазақша рөлде импровизация жаңа өзің қосып жібере саласың сөзің. Тәжікше сөзді білмейсің мүлдем. Сонымен тәжікшені полный жаттап алып келдім да. Тек образды жаңа задание беріп отырды режиссер, былай. Алған қалаумен сол кезде бір дубльдан алып кеткенбіз. Бәрекелді. Мәке, енді бағана өзіңіз айтып жатсыз ғой, осы өнерге келген кезде үйдегілер әке-шешем қарсы болды деп ше? Неге қарсы болды, не себепті? Әлде бұл дұрыс емес жол ма? Бұл енді мен оқуды бітіріп жатқан жылдары 2001-де бітірдім ғой. Енді оның алдында да мен өзім әке-шешем госслужащий болып істегенде, мемлекеттік қызметкер болған. Олардың кезінде негізі әртістерді бір жеңіл қарайтын болған ғой. Жеңіл сәл жаңағы арақ-шарапқа жақындау, той-тойлап, қыдырып, серлеу болады деп ойлағанда, мен енді үйде бір баламын, сені ұстай алмай қаламыз деген ғой. Сол себептен мені жаңағыдай, білмеймін, сол біз бітірген жыл бәрі заңгерлікке түсетін, заңгерлікке түсір жүрген ғой. Енді ол уақыттан бері Мәке бір примерно 10 жыл, 14 жыл өтті дедіңіз, қазіргі көзқарас қалай жалпы? Қазір осы енді негізі до конца қарсы болды ол кісілер. Мен әлі күнге дейін қарсы ма? Жоқ, қазір қарсы емес, алған қалаумен. Осыдан бір 7-8 жылдан бері батасын алып, ол жерде 7 жыл бойы сізге қарсы болып жүрді осы киноға түскеніңізге. 7 жыл қарсы болғанда қалай, үйден шығармай қоятын еді? Үйден шығармай қойғанда былай ғой, енді мен не болатын? Ересек жігітпін, жұмысымды істеп жүрем. Мен енді не бір кәсіптерді істегем, мысалы бір кәсіп бастап істеп жүрем. Сөйтіп, сол кезде саған ұсыныс келеді киноға түсуге. Яғни бәрі регистрамда киноға түсуге келдім. Сол кезде үйдегілер сөйлей бастайды маған. Үйде ақша тауып отқан сіз? Ақша тауып отқан мен. Енді былай ғой, киноның бір несі, сен жылына бір-ақ киноға түсуің мүмкін, или 2 киноға түсуің мүмкін да, ары кетсе. Ары қарай өмір сүру керек қой. Содан енді ол кісілер мені о жағынан емес, жаңа бизнес жағынан, немесе жаңа заң саласының маманы жағынан бір успешный көргісі келетін еді. Сол. Мәке, мысалы енді бағана айтып отқандай, үйдегі осы кино қарсы болған кезде қандай айқай-шу болды? Әкеңіз ұрды ма, барма деп, анаңыз мысалы қарғады ма, осы барма деп ше, осы түспейсің деп ше, осы 7 жыл деген оңай уақыт емес қой, 7 жыл бойы мысалы бір айдың өзінде қарсы болып жатса кәдімгі мазаң қашып кетеді сенің кейін. 7 жылдың ішінде енді мен жылына бір көп киноға түскен жоқпын. Бірінші жыл бір 2 киноға түстім, келесі жыл бір кішкентай роликке түстім. Жалпы бұл ұрсып төбелес болмаса да қарсылығын әрдайым білдіреді. Мысалға жұмысқа кетіп баратсаң, ата-анаң жаңа жолың болсын деп батасын беріп шығарып салады ғой. Киноға кетіп баратсаң, түрлерінен білесің ғой. Дейді. Мысалы жұмысқа кетіп баратын десем, балам жолың болсын, жақсы барып қайт. Киноға кетіп баратын десем, қоймайтын болдың ғой сен осың неңді деп ше. Разы емес қылып жіберетін. Бірақ сіз бара беретін едіңіз. Менің енді полный екі иықта сояққа тартып тұратын да. Жүрегіңіз қалап тұрады. Жүрегім қалап тұрады, сол жаққа қарай бұрып тұрады. Жаңа айтып отырмын ғой, бала кездегі арман. Ол жақтан ақша таппайсыз. Ақша біресе табасың, біресе таппайсың. Кейде вообще андай нольдан бастап жатқан проектлер болады. Ақшалар жоқ, соларға көмектесіп кететін дом ғой барып ше. Көмектесіп. Қараңызшы,
осы жерде бағанағы айтып жатқандай енді біз көп осы салада жүргеннен кейін көріп жатырмық қой, өте қатты танымал адамдар болмаса, жай ғана актерлар, мысалы мүмкін тәжірибесі болса да, оларға көбісіне ақша төлемейді. Сіз қанша уақыт сізге ақша төлемеді? Қанша жыл былай ақша төлемей киноға түсіп жүрдіңіз? Ақша төлемей, жаңағы айтайын ба? Сол 7 жылда ақша алмай киноға түскем. 7 жылда, иә? Иә. Сол 15 жылдың 7 жылында мен бесплатно түскем. Өзіңізді, түріңізді жалпы көрсету үшін ғой, жалпы. Бұл жерде мен түрімді көрсетем, режиссерға барып танылам деген ой болған жоқ. Менің басты арманым киноға түсу, қызығушылық, сол площадка, сондай болды. 7-8 жылдан кейін Мәке, енді батасын қалай алдыңыз ол кісілердің? Енді 7-8 жыл деген оңай жыл емес қой, былай айтсақ. Батасын алғанда былай болды. Осыдан мен 7 жыл бұрын әкемнен айырылғам. Сол әкем қатты ауырды. Сол кезде әкемді алып жүрдім ғой, жаңа больницаға тасимын, ана жаққа апарам. Жаңа рентген десе рентген, КТ бірге жүрдік әкем екеуміз азынан кешке дейін. Онкологическийге жібереді, ана больницаға жібереді. Сол кездерде алла мен жаңа кіресің, врачтарға кірсең, врачтар танып атады да мені. Ассалаумағалейкум, сіз актер емессіз ба? Кеп отырыңыз, әкеңіз ба деп басқаша бір жылулықпен қарап ше. Больницаға жатқызатын кезде де сол жерде заведующийді танып, бір сондай әкеме, может, сол ұнады ма? Әкем кетер кезінде анам айтқан ғой. Бала, мен енді үйдің ең кішкентай баласы болғам, бір баласы болғам, мені негізі әкем кішкентай бала деп ойлайтын. Екеуміздің арамыздың жасы ұзақтау да. Мен кішкентай бала деп ойлайтын. Соны анам айтқан ғой, енді бала өскен, өзінің жолын, адаммен сөйлесуін, тірлігін нақты істейтін жігіт болған. Енді сен бұл бала не істесе де қарсы болма, бұл бала өзі ары қарай алып кетеді деп айтқанда анама. Содан кейін анам батасын беріп, қазір не істеймін десем де анам разылығымен батасын береді маған. Мәке, қазір әкеңіз тірі болғанда осы жүрісіңізге разы болар ма еді? Разы болар еді деп ойлаймын. Әкем тірі болғанда. Ал жалпы отбасыңызда қалай, енді естуіміз бар, ажырасқансыз дейді ғой? Отбасына көп ажырасқан мен негізі дейді. Не себеп ол? Сіздің жамандығыңыздан ба? Мінезіңіз жаман ба? Не сізге шыдай алмай кетіп қалады? Енді былай ғой, достық бар кезде, достық бар жерде қастық болады, достық бар жерде сатқындық болады, достық бар жерде шынайы достық болады. Енді мен бұл өмірде үйленген кезде ажырасам деп үйленбегем да. Менің әке-шешем даже осы қанша жыл тұрды, бір рет ұрыспаған да негізі. Мен әке-шешем біздің көзімізше бір ұрысқандарын көрмегем да, ажыраспақ түгілі. Сонымен ажырасу ол енді бір жақтан болмайды, бірақ біріншісінде жас кезім болды ғой, енді мен жас едім ол кезде. Жас кезде мінезіңде басқаша болады. Қазір ойлаймын да, дәл қазір ойлаймын, осы ақылым болғанда мүмкін ажыраспас едім деп ше. Получается, кінә сізден ғой? Мүмкін менен де шығар. Менен деп айта берейінші. Өкінесіз ба? Кейде бір жағдайлар болады, жанұяда, бала-шағамен деген сияқты. Сол кездерде кішкене бір өкініштер болады, бірақ Аллаға шүкір өкінбеймін. Қазір Аллаға шүкір полноценный жанұям бар, бала-шағамның бәрі өзімнің қасымда. Солай. Бағана айттыңыз ғой, сатқындық деп. Сонда сізге көзіңізге шөп салды ма? Неге сатқындық деп айттыңыз? Жоқ, Алла сақтасын, көзіме шөп салмаған. Сатқындық дегенде қалай енді, сен өміріңді арнап отырсың бір адамға, осы мен өсем, өнем деген кезде
сәл-пәл қиыншылық болған кезде, болмайтын нәрселермен кетіп қалған кезде соны сатқындық деп сол кезде қабылдаған ғой негізі. Мен жаңа бірінші эмоциям сатқындық деген сол жас кездегі эмоциямды айтып жібердім ғой деймін. Бірақ айтып отырмын ғой, сол менен шығар, өйткені дәл қазіргі санаммен болған кезімде мен ажыраспас едім. Қанша рет ажырастыңыз сонда? Бағана біраз деп айттыңыз ғой. Бір адаммен 3 рет ажырасқам. Бір адаммен? Иә. Қазір жеңгемен бәрі жақсы. Аллаға шүкір, өте жақсы. Аллаға сансыз шүкір. Құдайдың берген қанша бала шағаңыз бар? Құдайдың берген өз белімнен 6 бала шағам бар. Бауырыма басқан тағы 2 балам бар. 8 бала шағам бар. Бәрекелді. Анаңыз бәріңіз бірге тұрасыздар? Анам бәріміз бірге тұрамыз. Қазір енді біз Махамбет ағамыздың кәсіптерінің біріне келдік. Маке Food. Маке, мына жерде Махамбет Films кино студиясы деп тұр ғой. Неге олай тұр? Түсінбедім. Бұл негізі басында фастфуд центр болып ашылған. Кейін бір себептермен жабылдық. Сол кезде жаңа кішкентай балдарды оқытатын киностудияға ашқанбыз. Осы жерде істедіңіздер ғой? Осы жерде істедім. Кейін ол жабылған соң қайтадан Маке Food ашып тастадық. Бәрекелді. Енді қалай қазір табыстары қалай бұл жақтың? Аллаға шүкір, табысы жақсы, саудамыз жақсы. Айна қанша тауып отырсыз? Айна емес, күндігін айта салайын десең. Күніге қанша табасыз? Жақсы тауып отырық. Негізі былай, бұл жерді алдында бір арендаға бергенбіз. Киностудия жабылғаннан кейін бір арендаға беріп сәл істетіп, қайтадан қазір өзіміз істетіп жатырмыз. Сол арендаторлар істете алмады. Дәмін көреміз онда қазір кіріп. Болды иншалла. Аге, мына жерде машина көріп тұрмын да, бірте осымен жүрсіз. Ескі машинада қай жылғы мына Opel? Бұл Opel 93 па, 92 ма сондай. Жүрмей тұр ма? Жел шығып кетті, Жел шығып кеткен, жүріп тұр негізі. Мощный мотор коробкасы дың ғой. Жалпы осымен мініп жүрсіз, осына? Осымен мініп жүрмін. Енді сіз сияқты беделді кісі, есігі де ашық сияқты ғой? Үйім алдында тұр ғой, ашық тұра береді. Беделді адам, елге танымал, неге осында ескі қирап қалған машинамен жүр? Енді алдында машиналарым болған, жақсы машиналар. Мен өзім білетім, сізді BMW 7-мен жүретініңіз, жақсы? BMW 7-міз сатып, қазір кәсіп жүргізіп отырмын ғой. Тағы бір кәсібім бар. 2 кәсібіме сәл вложение керек болды, соны салдым енді. Алла бұйыртса, жақсы бәрі жүріп жатса, аламыз ғой жақсы машиналар. Зато бұл не в кредит деген машина ғой. Кредитсіз таза алған машина. Кредитке жоламайтындай болып кеткенбіз. В общем, басқалардың әңгімесі маған қызық емес дейсіз ғой. Әрине. Бәрекелді Маке. Осы нәрсе ғой, көп адамдар проблемада. Мысалы, қымбат бір машина алып алады кредитке. Кредит төлей алмай қиналып жүреді. Болмаса, қымбат машинамен жүрейін, бірақ тамақ ішпей қойын деген сияқты жүреді адамдарда. Енді Макенің ондай несіне өте ризам, мықты. Қазір ішке кіріп Махамбет ағамыздың несін жейтін боламыз. Фирменный тандыр лаваш қой. Тандыр лавашын дәм жеп көретін боламыз. Бәрекелді. Осы жерде ма, Маке? Бұл сіздің қаншаншы кәсібіңіз? Енді мен көп кәсіппен айналысқан, бір 4-ші кәсібім шығар. Мына жерде бургер, пицца дейді, балық дейді, барлығы бар ма? Сонда рамион тұр ана жерде. Әлде бұл жай ғана суреттер ма? Жоқ, барлығы бар. Барлығы бар ма? Бағана енді күндік табысын айтам дедіңіз, айтпай қойдыңыз, что-то секрет қылып. Оны айтпай қойын. Айтпай қойсың ба, секрет ба? Бәрі фастфуд ашып кетеді деп қойды. Қазір заказ беріп қойды, дайындап жатыр ма? Дайындап жатыр. Ана көлдің қасына барып жейміз, осы жерде жеп аламыз. Осы жерде жеп алайық? Болды, онда осы жерде жеп алайық. Давайте ар жақ жайғасып, әңгімемізді жалғастырайық. Қарнымыз ашып тұрған енді бір жақсы болды. Сөмкасымен, бірақ обед уақытымен дейді ғой. Мәке, бұл қандай лаваш өзі анау? Күнжут па? Маке Food'тың фирменный тандыр лавашы ғой. Шын отзыв айтам қазір. Мощный ше. Шымен. Енді алдында да жеген бол. Мен өзім әйелім жүкті кезінде тек қана ошақтың заказы беретін ше. Бере берші ар жақтан десем, неғып жауып қалды. Жоқ, ошақтың күн жеймін деп ше. Дәмі бір керемет. Мәке, енді осыны ашу үшін сізге қанша қаражат кетті? Жалпы енді бұны ашу мына зданияны мен фундаментінен бастап соққам. Кезінде негізі бұл енді 3-4 бизнесім деп жатырмын ғой. Алдында
осы ауылда цемент сататын тұғым мен. Рассыпной цемент сататын тұғым. Заводтан рассыпной алып келеміз, қаптаймыз, 50 килоға сөйтіп сататын тұғымыз. Соны сатып жүрген кезде негізгі бұл зданияның мақсаты бірінші строительный товар сататын магазин ашамыз деп құрылыс заттарын жоспарлағанбыз. Сол цемент сатып жүрген кезде бетонын құйып қойғанбыз. Кейін бір жылдар көтеріп қойдық. 3-4 жылда құрылған здания ғой бұл. Кейін цементті тоқтатам да бірден төбесін жауып, ішіне ремонт жасап, фастфуд қылып жіберем ғой. Неге именно фастфуд? Неге именно фастфуд болған кезде бізде карантин болды ғой. Карантин болған кезде мынаның алдында кішкентай будкамыз бар тұғын. И соның ішінде біз жаңа лаваш. Значит, шашлык емен ба не? Бұл шашлычный тандыр лаваш. Ол алдында жоқ еді, Алдында жоқ еді, қазір шашлычный лаваш қосылған. Шашлык емен екен. Айта бер. Сол будканы жүргізіп жатамыз. Сонымен жаңағы барлық жер жабық қой карантиннің кезінде. Сонымен біздің будка алаң-алаңмен ашық тұрады. Жаңағы кішкентай терезеден сатамыз. Сауда деген бешеный болады. Цементтің саудасы қақ кетеді ана жерде. Сонымен адамдар отыратын жер сұрай бастайды. Мына здания жаңағы Бүтпеген бәлі бұл? Бүтпеген өзі бұл көтеріліп тұр. Крышасы ештеңе жабылмаған, тек қаңқасы тұр. Сонымен аламда осы жаққа вложение жасаймын ғой, жаңағы көліктерімді сатам, жаңағы цемент артып түсіретін карамды сатам да, аламда осы жерге тығам ғой бәрін. Көтеріліп тұрғаннан бастап, енді жай салынғаннан кейін алдыңғыларына қанша теңге кеткенін білмеймін. Бірақ сол крышасын жауып, жаңағы осы фастфудтың пештерін алып, пиццаның пешін алып, бәрі заттарымен где-то бір сол кезде 7 миллион теңгем кетті. 7 миллион бар. Ал енді өзіңізге негізі осы кәсіп жолы оңай ма, өнер ма? Қайсынан кайфовать етесіз мысалы? Мен өнер жолынан кайфовать етемін. Бұл енді бір табыс қой, иә? Бұл енді табыс қой, жаңа бала-шаға бар, асырау керек. Ол өнерде айттым ғой, жаңа бір күні былай, бір күні көл, бір күні шөлсінде. Бірде ақша бар, бірде жоқ дейсіз ғой? Бірде жоқ, иә. Бір күнде 1 миллион теңге табуы мүмкін, 2 ай вообще ештеңе таппауың мүмкін де өнерде. Онда тамақтанып, бәкең екінші кәсібіне баратын боламыз. 5 бармақ орталығын ашқан екен. Сол жақта жалғастырамыз. 32-22 ма? Жазира, я? Қанша болды апша? 10.100 болды. Жібердік. Негізінен кез келген жерде, мысалы, өздерінің таныстары, достары болып жатса, бірден скидка сұрап, немесе қолдануға тырысып жатады да, көптеген адамдар. Негізінен таныстарыңыз, достарыңыз болса, сол жерге барып тапсырыс беріп, барынша көп төлеп, немесе скидка сұрамауға тырысу керек. Енді кәсіп үлкен болып, өз беріп жатса, әрине алуға болады. Бірақ қазір енді мәкенің бір ең бастап жатқан кәсіптерінің бірі. Сондықтан шот төлеп кеттік. Сосын бір ретте Алматыға көштіңіз. Иә. Алматыға көштіңіз, не болып қалды? Ол жақта сіз дұрыс күтіп алмады ма? Қуып жерді ма Алматы? Неге қайтадан келіңіз Шымкентке? Иә, сол Алматыға көшу негізі ол да бір жас кезімнен бір ойлап жүрген армандарым бір еді, Алматы қаласына көшіп. Енді Алматы қаласы деген медиа қаласы ғой негізі. Кинода, кастингте сол жерде көп болады. О жаққа көшкен себебім мынандай жағдайлар болады да. Енді менің жаңа бандитский рольдерге, нелерге шақырады, ол көбінесе эпизодный рольдер болады. Мысалы, Алматы мені Алматыда бір киностудия сізді қабылдап тұрмыз дейді да. Бірақ мен Шымкентте болғаннан кейін оларға неудобно болып қаладым да кейбір кездерде. Неудобно дегенде ақша құртқысы келмейді сізге? Ақша құртқысы келмейтін шығар деп ойлаймын. Жаңа жол кірең бар, жататын орның бар. Оларды лучше жаңа Алматыда тұрсаң, и мынандай да проектілер болады. Аяқ астынан шығатын проектілер болады. Мысалы бүгін күндіз жүрсең, обедте звондайды, сіз Алматыдасыз ба? Біз азанда бір проект бастайын деп жатырмыз. Или аяқ астынан түсірілім болайын деп жатыр. Мүмкін енді ол актер болмай қалған шығар. Әйтеуір сондай рольдардан қалып кетіп жатам да. Соны ойлағам ғой, жаңағы медианың ордасына барсам, мүмкін көбірек киноға түсем деген цельмен барғам. Анамның разылығын алдым. Негізі анам менің Алматының қызы.
бірақ осы Шымкент қаласына келін болып түскеніне 51-52 жыл болған екен. Соны енді Алматының қызы, Алматыға үйреніп кетер деп, сонымен не керек, жанұямызды алып көштік. 24-тің августтың орталарында көшіп бардық. Бала шағам мектепке орналастырдым, бәрін орналастырдым да. Обычно көбінесе проектілер Алматыда болады ғой. Сол кезде басталды жаңа. Жезқазғанға кеттім, Қарағандыға кеттім. Сол екірді бір ай өтіп кетті. Шымкент қаласына келіп өзім бір проект түсірдім, бір проект шығып қалды. Соны келісіп бастап кеттім. Не керек, ата-анам, бала шағам Алматыда, мен Шымкентте жүрмін өзім әлі. Шымкент жүрмей жатыр ғой. Сонымен анам үлкен кісі ғой, енді маған звондайды да, сен бізді Алматыға көшіріп алып келдің, өзің жоқсың. Біз Шымкентте жата беретін ғой, не керек, мамам жерсіне алмады Алматыны. Алматыға сіңіп кете алмады. Сонымен туыстарым бәрі Шымкентте ғой. Өзіміздің, туыстарымыздың бәрі Шымкентте. Осы жерде сол прям мен тұратын районында бәріміз сол жерде тұрамыз да, туыстарымыз. Анаңыз айтқаннан кейін келдіңіз ба, болмаса ол жақта жобалар жоқ болғаннан кейін қайттыңыз ба, амал жоқ? Анамның айтқаннан кейін келдім. Бір ауыз сөзі, анам как раз сол кезде бір туыс інім үйленді, осы жерге келді анам. Мен де Шымкенттемін, күтіп алдым. Балам, мен қалам деді. Мен айттым, мама тағы да бір көктемге дейін тұрайық та деп, жай үлкен кісі болғаннан кейін байқап сөйлейсің ғой. Сөйтсем, жоқ, сен өзің тұра бер балам. Мен саған разымын, мен бір өзім тұра беремін дейді. Енді мен анамды бір өзім қалдырамаймын ғой, өзім бір баламын үйде. Сол анамның бір ауыз сөзіне келісіп, каникулын күттік, бала шағаның 1-90 біткеннен кейін көшіріп алып келдім да, 2-90-нан бастап осы Шымкенттеміз. Мәке, осы соңғы 7-8 айда өте активныйсыз. Рилстарға түсіріп жатсыз тоқтамай, кішігірім киноларға, үлкен киноларға түсіп жатсыз, реклама барлығында жүрсіз. Оған дейін де жұлдыз болдыңыз. Енді қазір енді өте активны болғаннан кейін видеоларыңыз жақсы атып жатыр ғой, енді көріп жатыр, миллиондап жинап жатыр. Не өзгеріс болды? Адамдардың сізге деген қарым-қатынасы, мүмкін туыстарыңыздың, достарыңыздың, мүмкін әріптестеріңіздің, бұрында мысалы шақырмайтындар шақырып деген сияқты, мүмкін бұрында төрге шығармаса шығарып деген сияқты бір қандай да өзгерістер болды ма? Енді бәрібір влиять етеді ғой бұл танымалдылық. Влиять етеді, танымалдылық артты негізі. Осы жаңағы, енді мен основной жаңа киноға түскеннен кейін телевизорге немесе ютубқа шығатын еді ғой. Қазіргі жас буынның арасында танымалдылығым артты. Жаңағы тикток, инстаграмнан көп шыққалы бері жастар көбірек танитын болған. Қазіргі кейінгі буын жастар бойынша танымайтын, өйткені баяғы киноларға түскен ғой көбінесе. Енді ол жаңағы, енді мен проектілер түсірем. Бұрында қол жетпейтін актерлар қазір шақырсақ қуана түсетін болған бізбен. Бұрында отказ беретін бе? Отказ бергендері де болған. Звонсаң амай дейсіз ғой, шақырсаң келмей. Звондасаң амайды емес, келісіп қояды да кейін жоқ болып кете салатындар болады. В общем, не серьезно қабылдайды дейсіз ғой. Не серьезно қабылдайды. Енді ол өмірдің заңдылығы ғой, Мәке, әлде ол адам дұрыс емес па? Өмір ғой. Слабый болсаң ешкім келмейді. Өмір ғой, Мықты болсаң, танымал болсаң, мықты танымал болсаң, ақшаң болса, келеді. бәрі сенімен жүргісі келеді дейсіз ғой, Ал жаңағыдай проектілерің провал болып жатса, сенімен бірге провалға түскісі келмейді ғой енді бәрінің. Оған дейін енді қаншама жоба істедіңіз ғой. Ең үлкен провал өзіңізде қандай осы не болды? Енді кино саласында болсын, жалпы өзіңіз естідік бағана өнер мектебін ашқан екенсіз. Ол ашылып минусқа кіріп жабылып қалған екенсіздер. Не үшін? Істете амандыз ба? Өнер мектебін ашқанмын. Жас балалармен аштық өнер мектебін. Мен сәл қаланың шетінде тұрам, негізі. Сол қаланың шетінде ашсақ та адамдар жиналды. Бірінші ашқанымыздың каникулда ашқанбыз ғой. Каникулда, 3 ай каникулға шығатын кезде майдың аяғында ашқанбыз. Сөйтсек көбінесе каникулда балдар жан-жаққа қыдырып кетеді екен де негізі.
сабаққа келіп жазылып қойған балдарымыздың өзін. Біреуі жаңағы Қарағандыға кетті, біреуі Астанаға, біреуі Алматыға қыдырып кетті. Сонымен жай не керек жауып қалдық. Получается, енді сіз танымал болып, соны өзін істей алмадыңыз ғой, былай айтқанда. Иә, ұйымдастыру жағы негізі өте слабый болды ғой. Мен кино ұйымдастырғаныммен, ондай школа жағын ұйымдастыру жағынан. Енді бір қараңызшы, мәке, сіз өзіңіз оқымаған адамсыз да, актерсыз. Сіз ол балаларды қалай үйретесіз? Мен балдарды өзім үйретпеймін. Балдарды үйретуге маман шақырам. Мысалға, актерский мастерстводан сабақ беретін маман шақыртып, өзінің дипломы бар, жоғарғы оқу орнын бітірген маманды шақырып, соларға үйретемін. Мен олармен жаңа ұйымдастыру жағы ғой. Мысалы, ролик ұйымдастыратын болсам, біреуін тартамын, ана жаққа апарамын, сол сияқты. Ары қарай өзіңіз түсіріп кетесіз ғой, киноларға шақырып, сіздің жұмысыңыз. Кино түсіріп жатқан кезде, сол жердегі мысалға жас өспірім немесе бір актер керек болса, бірінші өзімнің мектебіммен қараймын да. Сол рөлге лайықты адамды. Жақсы. Енді мынандай сұрақ, мәке. Өміріңіздегі жалпы ең үлкен факапты айтыңызшы. Өміріңіздегі бір үлкен бір сәтсіздік дейді ғой. Енді Аллаға шүкір, қазір бүкіл ел таниды Қазақстан. Қазақстан ғана емес, Өзбекстан, Қырғызстанда да танып жатады, естіп жатамыз, иә. Там Қытайдың қазақтары танып жатады екенсіз, иә. Енді осыған жетем дегенше қаншама қиындықтар өтті. Енді үлкен бір сәтсіздігіңізді айтыңызшы. Ешкім білмейтін, мүмкін халыққа бөліспеген. Осы кино саласынан айтып берейін. Кілт деген киноны көрген шығарсыздар өздеріңіз, иә? Кілт деген киноны түсірген. Дискімен қатты тараған еді ғой, қателеспесем сол, иә? Дискімен қатты тараған. Ол кезде интернет дамымаған заман. YouTube бар, бірақ біз қолданбайтын едік. YouTube'қа кірсең ана бір 10 теңге сразу алып қоятындай уақыт болды. Интернет қымбат кез ғой. Интернет қымбат кез, қатып қала беретін кез. Деген шығып тұратын еді ол кезде. Сол кезде Кілт деген киноны шығардық. Азамат Әбдікерімұлы деген інім бар мен. Сол екеуміз. Қалай басталды негізі? Былай басталды. Мен өзі жаңағы үйдегілер қарсы болғаннан кейін всегда бұл өнер жолын қоямын деп. Қай жылы бұл? Бұл 2014-те ғой. Өнер жолын қойдым деп бір компанияда юрист болып істеймін. Жүрді әжептәуір бір жол салатын компания, Астана строй сервис деген компания, қазір бар ма білмеймін. Ол кезде сол жердегі мықты компаниялардың бірі еді. Сол жерде заңгер болып жұмыс істеймін ғой. Жұмыс істеп, кәдімгідей күніге жұмысқа барып келемін, әдемі өмір сүріп жүрмін. Сонымен жаңағы інім келеді ғой. Аға дейді. Камера. Атын ұмытып қалдым, қандай камера екен. Кино камера заказ беріп қойғанбыз дейді. Қасымдағы досым дейді. Бұған ақша счетына түсу керек. Бір нәрсені орындап қойған, түсінбедім мен. Орындап қойған, счетына ақша түсу керек, бірақ ана камера келіп қойды. Сол ақша керек дейді. Сатып алайықшы сол камераны. Ол камера дәл сол кезде қымбат тұратын камера. Жобамен камераның өзі $3000 тұра ма, сондай да. Менде ондай ақша жоқ. Маған ертең түседі аға деді. Сонымен барамын да. Бір достарым көп қой, Аллаға шүкір. Соның ішіне бір досыма барам да. Бауырым, мен ертең ақша түседі. Маған $3000 бере тұр десем, санап бере салады сол жерде. Дедім, камераны аламыз. Мен қатысым жоқ, камерасын алып бердім да, енді ол осындай жағдайға тығырыққа тіреліп тұрмын. Ана камераны алмасам болмайды, келіп қойды доставкамен деп ше. Сол жерде проблема шешіледі. Не керек, ана ақша түспейді ана досына. Счетына ақша түспейді. Камера кеп қойған. Күтіп жатырмыз, счетқа ақша түспейді. Сонымен не істейміз? Камера кеп қойған. Кино түсірейік. Алдында жаңағы енді опытта жаңағы Қамыс Қанжарға түскеніміз бар. Лохотрон деген кинода продюсер болғаным бар. Бірақ бәрін жиыстырып тастағам. Сонымен жаңағы Азамат інім екеуміз отырып сценарий жаздық. Ақша түспесі ғой. Ақша сол күйі түскен жоқ.
досыма түсіндіріп айттым, сәл күте тұр, мен өзім тауып беремін. Ана камераның өзі қанша тұрады? Камера $3000 тұрады. Әлі оған объектив алмағанбыз. Оған объектив алу керек екен, ол кезде біз білмейміз ғой. Камераны алып қоссақ, ешнәрсе көрінбейді. Мынау көрінбейді, істемей ма? Сөйтсек объектив алу керек екен. Сонымен объектив сатып алған жоқпыз сол кезде. Әркімнен жаңағы таныстарымыз бар ғой, ананың бірі бір күні ана объективпен, бір күні мына объективпен түсірдік. Сценарий жазылды. Кілттің сценарийін Азамат інім екеуміз 1,5 апта жаздық. Прям қонып. Ойымыз жаңа кілт деген киноны түсіріп, кинотеатрға кино шығару ғой. Сценарий жазылды. Сонымен не керек? Үйтіп киноны түсіріп шығардық. Қазақша кино болды. Ол кезде кинотеатрға қазақша кино жоқ. Кинотеатрда қазақша кино жоқ та, мүлдем. 2014. Тек орысша кинолар и русскоязычныйлар ғана барады. Сонымен енді қазақша кино қойсақ жақсы болып кетеді деп ниетпен не керек кинотеатрға шығардық қой киноны. Арасында жаңағы қиыншылықтар бар, не бар, қарызға кіріп кеткеніміз бар. Сол кездегі сумамен бір $20,000 шығардық қой. $20,000 не шығардыңыздар? Кино $20,000 бітті да. Бітті ма $20,000? Жарты жыл түсірдік қой ол киноны. Ол кезде енді $20,000 қайдан таптыңыздар? Жай ғана жұмысшы болсаңыз. Жай ғана жұмысшы болған кезде соңында жаңағыдай машина сату дегендер кетті ғой. Астымыздағы көліктерді саттық. Қарыз қалғанымыз бар арасында, мысалы ана баладан 100,000 теңге, анадан 300,000 теңге, анадан 50,000 теңге деген сияқты. Киноны шығардық. Енді ойымыздың бәрі кинотеатрдан түсет деген ой. Сол кездегі опытымыздың жоқтығы, реклама жасамағанбыз. Енді келеңсіз жағдайлар болды. Киномызды Шымкент қаласында ғана көрсетім болды. Қазақша езішіне ғана Шымкент қаласы. И Алматы қаласында Сарыарқа деген кинотеатрда көрсетім болды. Шымкент қаласына әкеп қоям киноны. Алматыға барып договорға тұрып қойған бәрімен. Уақытын қарасаңшы, азанғы 10:30 мен түнгі 12:30 қойып қойған киноны. Ешкім бармайтын кезде кинотеатрға. Бұл не қазақ тілін менсінбеушілік па, немесе киноларыңыздың сапасы өте нашар ма? Білмеймін енді. Ол сол күйі бізге жұмбақ болып қалып кетті. Кино 1 апта айналады, сондай уақытта, кейін қайтадан нормальный уақытқа қояды уже. Енді барымызша реклама жібергенбіз ғой бізде. Суып қалады. Сонымен не керек, кино 1 теңге таппайды ғой. 70,000 теңге табады кинотеатрдан. Анаяқта $20,000 қарызың тұр да. Сонымен бірінші факап кеттік қой артқа остан. $20,000 дегенде құтылдыңыздар ма? Қадап кеттіңіздер ма? Қадап кете алмайсың ғой. Қалай қадап кетесің? Таныстардан алғансыз. Таныстардан алғанбыз, сонымен кіріп шықтық бәріне, осындай болып жатыр, енді күтесіңдер. Енді сол ақшаны берген кезде де саған бір алыс адам бермейді ғой, жақын адамдарың түсіністікпен қарады. Сонымен сол кезде сол провалда мен болды, енді мен кино түсірмеймін деген шешімге келдіңіз ғой. Кино түсірмеймін и киноға түспеймін деген шешімге келдім ғой. Ешқашан киноға түспеймін. Болды. Қазір енді ақшаларын бәрін қайтарып бердіңіз ба? Олардың ақшаларын қайтарып бердім, иә, толықтай. Қай уақытта қайтардыңыз? Өтірік айтпасам, соңғысын бір сол кино түсіріп болғаннан кейін 2 жылдан кейін төледім ой деймін соңғыларын. Енді сол уақытта дискпен сату деген бар еді ғой, онdan кірісіп көрмедіңіз бе? Дискмен сату болған кезде ол кезде былай ғой. Бір дискке шығады, болды, ары қарай таратып кетеді ғой. Жоқ болып кетеді. Ешкім контроль істей алмайды, өйткені ол кезде пират дейтін еді ғой. Иә. Анау бір пират бар, мына бір пират бар. Бүгін пиратский дискке шықса, ертесін Астанада көріп отырдың ғой өзі. Қалай істейтінін білмеймін мен. Интернет дамымаған кезде. Сол кезде құладық, сол кезде киноны жиыстырдым. Болды деп өзіме, мен бір 5 рет па өзіме уәде бергем, киноға түспеймін деп ше. Киноға түспеймін деймін де, бірақ білмеймін, қайтып қарасам, есім жисам кинода жүрем ғой. Енді $20,000 деген қазірдің өзінде мәке біраз қаражат қой негізінен қарасақ. 10 миллион теңгеден аса ақша. Енді ол кезде құны деген страшный ғой. Сол жағдайдан кейін
сіз қалай өзгердіңіз? сол жағдайдан кейін өзгергенім сол ғой, жаңағы қатты жұмыс істедім негізі. Содан кейін қатты жұмыс істей бастадым. Мотивация болды ма сізге маған жұмыс жестко мотивация болды. Кәдімгідей күн көріп жүргенсің. Сол кездегі госслужащийлардың айлықтары 20 мың болса, 20-25 мың айлық алатын. Мен юрист болып 80 мың теңге айлық алатын да. Енді байып кетпесең де жақсы өмір сүресің да. Барасың, жұмысқа барасың, дайын кабинет, обедің тегін. Сондай. Сол моментті есіңізге сап көріңізші Мәке. $20,000 қадалдыңыз примерно. Сол кезде қателік жасағаныңызды түсінген кезде қандай сезімде болдыңыз? Сол уақытта мысалы оған дейін ба қай кезде түсіндіңіз? Что-то біз қателесіп мынаға $20,000 салып жібердік қой деген сияқты. Біт болғаннан кейін ба, 3 айдан кейін ба, 1 жылдан кейін ба, қай кезде? Кино 1 теңге таппаған кезде сезіндім ғой. Кинотеатрдан 70 мың теңге әкеп тұрғанда ма? Кинотеатрдан 70 мың теңге әкелген кезде. Енді қандай сезімде болдыңыз мысалшы? Біреулер осындай нәрсе болған кезде есіп жатамыз ғой, асылып қалды деген сияқты. Мысалы өз-өзін тастап жібереді, ішімдікке салынып кетеді. Не болды сізде? Қандай жағдай болды? Қандай жағдай болды? Ол кезде менде жаңағы ажырасу дегендер болып жатқан кез ғой. Негізі ажырасу соның кесірінен болмады ма? Жоқ, ажырасып қойған мен ол кезде. Ажырасқан кездегі сезім менде өте қиын кезең негізі сол болды да маған, менің өмірімде өте қатты удар болған сол ажырасу болған негізі. Сол ажырасудан кейінгі артынша жаңағы болып тұр ғой. Қарызға кіріп кетуші. Киноңды кинотеатрда ешкім көрмей қойды. Қарызға кіріп кеттің. Бірінің үстінен бірін болғаннан кейін енді қалай айтсам болады, негізі ажырасқаннан ауыр болмады да ол мағанша. Ең қатты өміріңізде ауыр тиген нәрсе ажырасу ма? Иә. Ең қатты ауыр тиген ажырасу болған. Бірақ енді Аллаға сансыз шүкір. Сабырлық қой, біздің дінімізді білесіз ғой. Біздің дінімізде сабырлық, максимально сабырлық, жаңағыдай ондай жаңағы асылу деген Алла сақтасын, ондай ойыма да келмеді. Мәке, енді 14 жыл болды деп жатсыз актер болып жүргеніме. Қазір Махамбет ағаның күндік табысы қанша? Мысалы сіз киноға шақыратын болсақ, бір күнде қанша ақша төлеу керекпіз? Менде әлі андай көп киноға түспегеннен кейін қатып қалған цена жоқ. Шымкентте, жаңа айттым ғой, Шымкентте көп ақша бөліне бермейді негізі киноға. Бөлінеді, бергісі келмей ма? Шымкентте күндікке 70-80 мың теңгеге шығамын. 70-80 мыңға шақырса шыға бересіз? Иә, киноның несіне қараймын ғой. Жақсы кино болса, даже одан да арзанға, егер балдардың қаражаты жетпей жатса, мен түсіп беріп жатқан жайым бар. Ал енді Инстаграмда видео түсіп, сценариймен постқа шығарсаңыз қаншаға істеп бересіз? Оны кейде мысалы реклама түсіресің. Реклама түсірген кезде ол кісінің кәсібінің пайдасына да қараймын негізі. Барып бет албат, мен саған маған 1 миллион теңге бересің, мен саған үйдемін деген ой жоқ. Нақты бағасын айтсаңыз? Нақты бағасы дәл қазір 200 мен 300 мың арасы. Видео түсіріп, не істеп бересіз ғой? Ол видеогруп бар сізден бола ма? Әлі ол кісі өзі жалдау керек па? Егер де жаңағы 200-300 мың болса, видеограф менен болады. Сценариймен сізден, иә? Сценариймен бәрін болады. Енді осы реклама демекші, бір ретте көріп қалдым да, еркектің мүшесін тұрғызатын бірден кейін реклама жасап жүргенсіз. Енді тұрғызатын білмеймін, бірақ простатитті жазылдыратын осыдан бір 2 жыл бұрын жасағам, бірақ сол әлі шығып жатыр ғой. Мәке, сондай рекламаларға өзіңіз көзқарасыңыз қалай? Дұрыс па негізі бұндай нәрсе жарнамалау? Мысалы Қазақстанда басқа нәрсе жоқ, тек қана осындай реклама деп адамдар айтып жатады. Жаңа ғана басқа жер экономикасын өсіріп жатса, қазақтар бізде мүшесін өсіріп жатыр деп шығарды ғой бір жер. Енді андай ғой, сөз бар екен деп сөйлей бермеу керек та.
мысалы мен сол рекламаны жарнамалаған кезде мен чисто жаңағыдай беліңізді жазылдыруға, простатитіңізді емдеуге деп айтқам да. Жаңағыдай өсіп кетеді, арматурлау деген нәрселерді айтпағанбыз да біз. Гарантия бермедіңіз ғой. Гарантия бермедік. Гарантия бергенде ол жерде чисто маған жаңағыдай мен реклама жасайтын кезде қағазын қараймын, сертификатын қараймын, өзі Қазақстанның жаңағы өздері емдеу жағына ма, не дейді, БАДыға беретін нелер бар ғой, сертификат. Сол жерде чисто емдеу ма, емдеу деп айтамын. Бірақ өзіңіздің дәрежеңізді түсіріп тастайды деп ойламайсыз ба ондай рекламалар? Дәрежені түсіріп тастайды деп ойламаймын, өйткені енді біз актер болғаннан кейін айтып жатырмын ғой, күніге кино жоқ бізде. Түсінем, егер де күніге киноға түсіп, жылына 10-15 киноға түсіп, гонорарыңды алып жүрсең, ол кезде әрине, ол кезде таңдап қарайсың ғой рекламаларға. Ал дәл сол рекламаны мен жасаған кезде маған да қаражат қажет болып тұрғанда. Сол мүшенің рекламаны жасауға қанша теңге берді сізге? Болмайтын ақша алғанмын негізі. Ақша қатты керек болып тұрған ба? Бірақ ақша дәл кезде, дәл сол сума маған керек болып тұрған. Сол кезде келеді ғой өзі. Анау не дейді? Сол уақытта, сол сәтте ол да келді, маған ақша керек болды, түстім. Енді сіз енді кішкене салиқалы әңгімелер айтып жүрсіз ғой, Мәке. Оның алдында да солай дегеніңіз бар, өмірлік бір жақсы бір адамдардың әңгімелерін айтатын едіңіз, енді жақында қарасам, бір қолтыққа жағатын бірдеңе реклама жасап жатсыз да. Енді сіздің статусыңыз біздің көзімше жоғары сияқты да. Бірақ неге сондай рекламаларды алыватсыз? Қазір енді сізге көптеген рекламалар келеді, әлде ақша берсе любой нәрсе реклама жасайсыз ба? Мысалы, бір саунаны реклама десе, қыздармен оны да жасап бересіз ба, ақшасын берсе? Жоқ, Аллах сақтасын. Енді бізде бірінші орында дін тұрады да. Аллахтың не дейді жаңағы рұқсат берілген нәрселерін мен жасаймын. Ол шариғаттың шеңберінде ме? Шариғаттың шеңберінде, максимально шариғаттың шеңберінде. Енді ол қолтыққа жағатын реклама жасағаннан мен бір жаман нәрсе көріп тұрған жоқпын. Қолтыққа жағатынды прям телевидениеда да жасап жатқандар бар. Телевизорден 5 минут сайын да көрсетіп жатқан бар. Оны бүйтіп көрмей қойып жатқан жоқ қой жұрт. Ол жерде мен бір қолтығымды ашып шешініп тастап жағып көрсеткен жоқпын. Міне осы қолтыққа жағатын жақсы средство деп көрсеттік. Осы рекламадан кейін елімізге бір танымал бір криминалды бандиттер звондаған екен сізге. Енді ол кісінің өзі ма, өзі емес па, бір кісі звондайды, ассалаумағалейкум дейді, уағалейкум ассалам. Как раз машинаның баллоны жарылып, соны істеп жатқан тұғым. Осындай пәленше ит болам дейді. Тыңдап тұрмын. Бауырым, сен сыйлаймыз, көреміз дейді, жаңа солай дегенді көрген екен, қазіргі проектілерімізді көріп жатыр екен. Жақсы дүниелер шығарасың негізі, сен мақтап әкелді, енді мықты кісі екен өзі. Батырдың рөлін ойнайтын баласын ғой, неғып қолтыққа жағатын реклама жасағасын дейді. Неғып майдаланып жүрсің дейді ғой. Неғып майдаланып жатсың дейді. Мен айтып түсіндірдім, аға, менің ол жұмысым деймін да. Мысалы, реклама менің жұмысым дәл қазір. Рекламадан мен бала шағамды асырап отырмын да. Одан қанша ақша алдыңыз? Айтпай ақ қойын. Секрет ол? Секрет ол. 250 мың ғой шамасы. Примерно. Түсінікті. Уағалейкум ассалам, қалайсыңдар? Мәке, енді қайда келдік? Бұл жаңағы біздің ауылдың қасындағы Бадам өзені. Біздің жастық шағымыз өткен жер, осы жерде шомылып, тайғұландай тебісіп дегендей балдармен өскен жеріміз ғой. Мына жер су тартылып қалған ба негізі, қалай? Бұл негізі сәл жар ішке қарай тұғын. Енді қазір өкімет бүйтіп кеңейтіп, жаңағы дамбы ма немене, жан-жағына бетон құйып жатыр ғой. Мен жазда жоқ тұғын. Қазір келсем таң алып тұрмын ғой көріп. Енді өзіңіз білесіз ғой, біздің подкастымыздың аты Факаптар. Бұл жерде енді қандай сәтсіздіктер болады, бұл қадалған шеттеріңіз, біреу ұрып кетті ма, таяқ жегеніңіз, не болды енді, балалық шағыңыз осы жерде өтті ғой? Бұл жерде андай шын қадалған кезім ғой. Қадалу деген енді былай өмірде, былай бизнестен қадаласың, бұл жерде шын қадалғам. Мына жерде жар болатын тұғын. Суға жақын орналасқан.
горшок деп атайтын тұғымыз. Айналып өтеді де су сол жерден. Күніге келеміз де жардан баспен сүңгейміз. Келсеміз, су тасып тұр, жаңа 3-4 баламен ауылдан келгенбіз. Су тасып тұр, аламда шешінемді сүңгеймін ғана жерге. Сүңгісем, су қатты ағыс болып тұр өзі, толып ағып жатыр. Тасқа қолым кіріп баратыр ғой, сезіп жатырмын да. Кіріп басым жартысына дейін кіреді ғой тасқа. Мойын қытырлап жатыр, енді Аллах сақтап қалды, жолым үзілмеді. Су ағыз болып кетті, есімді жиып ар жақтан шықтым. Сөйтіп келіп жаңағы жерде күніге сүңгіп жүрген жеріміз бойламайтын жер, ана су тасыған кезде майда тасты үйіп тастаған ғана жерде. Тізеден келіп тұр ғой су. Барып кешіп қарасам. Сондай бір Аллах сақтап қалып баспен таралған жеріміз бар. Қай жаста едіңіз? Бұл кезде мен бір 9-шы класс оқитын едім. 9-шы класс бітірген кезім шығар. 13-14 жасқа. Как раз бұзық болып жүрген уақытым. Бұзықтау, енді бұл жер андай бір мощный жер еді. Бұрында анау. Енді бүлдірмейтін емес, жас кезде бір нәрсе бүлдіріп қоямыз. Ол кезде телефон жоқ қой. Сотка жоқ. Сонымен есілше бір-біріміз таппай қалсақ, осы жерге жиналамыз деп кешке жиналатындығымыз. Күтіп отырасың, кейде келмей қалады. Енді біреуді күтіп, сол күйі келмей қойғансың сен ше. Түнде ма? Түнде емес, түнде ғой, түнде. Енді мәке, бұл типа сіздер романтический жерлеріңіз бір болған ғой енді. Романтический болғанда енді ол кезде. Енді ішінде енді ауылдағы былай айтқанда бір әдемілеу деген жер осы жер болған шығар барлығыңыз келіп осында келіп көктемде майовка сияқтыға бірдеңе жайып қойып шомылып осы жерде демалатын шығарсыздар. Бұрын жас кезде демалатынымыз, қазір бірақ білмеймін енді, қазір ешкім шомылмайтын сияқты осы жерге ше. Енді мектеп кезінде махаббатыңызды айтасыз ба? Қарамай қойғаны болды ма оны әлде барлығы бірден сізге қарап сынған ба? Маған қыздар қатты сынадың ғой мектеп кезде ше. Махаббат деген болмаған, мектепте бір ғашық болмаппын мен. Ғашық болмадыңыз ба? Мектептегі махаббатыңыз жоқ па? Партадағы деген жоқ. Осыяққа шақырып, мысалы, бір серуендеп. Мектептен кейінгі махаббаттар бар. Осы жерге бадам суында бірге жүзіп деген сияқты ондай болмаған ба? Мектептен кейінгі махаббаттар бар, осы жерге күткенбіз. Айттым ғой, келмей қойғанның біреуі. Сол. Келем дегесін да, келмегесін. Сәлем айтасыз ба оған? Өз түсінеді. Қазір көтеріліп кеттің деп ше, жоқ. Көтерілмеген, соғалдың, бірақ келмедің. Енді мәке, осы өміріңізде бір мектеп уақытысы ма, осы жақын арада ма, бір қатты позор болған бір сәтіңіз болса, соны бөліссеңіз. Мектеп уақытында болған. Қатты сол көңілімде қалып кетті. Мен Қарақұм деген ауылда туып өскенмін. Біздің мектепте дедовщина деген болатын. 4-ші классқа дейін күшті өмір сүресің жаңағы. Қазір ондай жоқ шығар, қазір жоқ қой еш жерде ондай дедовщина. Бізге бірақ енді біз туылғаннан соң көріп өскеннен кейін сол нормальный деп ойлайтын едік. 5-ші классқа барасың, 6-ші класстағы ағаларың күтіп алады ғой. Добро пожаловать үлкен өмірге деп 1 сентябрь күні короче маңдайына печать қойып береді 5-ші класстың. Сөйтіп біз 6-ші классқа өтеміз ғой. 5-ші класста жаңағы қабылдағанбыз, таяқ жегенбіз. Сол кезде традиция дей ма, не дейді енді, ол қалыптасып қалған біздің ауылдың жазылмаған заңдылығы ғой. 5-ші класстарды қабылдап алу керек бізде. Мен өзім кішкентай кезімде толық болатындығым, дәу болып, мысалы, класстастарым арасында мен дәурек болып көрініп тұратындығым да. Мысалы, 10 бала тұрса, мен көрініп тұратындығым да. Сонымен қабылдап алдық. Мен өзім андай ұрамайтындығым адам баласын ше. Ұрғым келмейтін мен. Сондай нәрсеге қарсылау едім де сәл өзім. Өзің таяқ жеген кезде ыңғайсыз жағдайда болғанын білем. Сонымен максимально енді ұрғызбай балдарға. Сол жерде бірақ тұрасың ғой енді, өзің ортаңмен тұрасың. Сонымен сырт көз көреді оны. Сырт көз көреді да мектептің директорына жетеді ғой. Осындай Махамбет 5-ші класстың балдарын ұрып жатыр екен. Бұл кезде не ұрады, жаңағы су алдырады, кола или тағы басқа бір нәрсе алдырады. Көрішкі дейсіз ғой.
коржик тапанан алдыратын ол кезде ауылда ше. Мен негізі дәл сол күні ешкімді ұрған жоқпын. Максимально ажыратып ұрмаңдар. Сонымен не керек? Директорге сол жетеді. Менің енді әкем де шешем де ауылда жақсы қызмет атқарғанда, анам сол ауыл құрылғалы заведующий садика болған. Әкем рабочком еді ауылда. Сонымен директор мені неге шығарады ғой? Өзі линейка деген болатын, қазір болатын жар. Линейкаға шығарады да, басында шапкамды бүйтіп шешеді да. Жаңа ғой, ұрған кезде ақша алу ғой. Абылайдың баласы ақша жоқ екен. Балдарды ұрып, тапанан алдырып отыр екен. Үйінде нан жоқ екен. Үйінде нан жоқ екен дейді. Шапканы шешеді да. Сіз тапанан күрсетіп жүргенсіз ба сонда? Ешкімге ештеңе күрсетпеген. Жоқ, тапанан тапанан су ол ауылда күрсететін сол еді ол кезде. Басқа ешнәрсе жоқ қой, ол кезде жағдай жоқ кез ғой. Кафеге апар, тамақ апар дейтін кез жоқ қой ол кезде. Тапанан, ыстық тапанан аласың, кола апарып бересің саршақтарға. Талай апарып бергенбіз ғой өзіміз. Бірақ мен алдырмағам да сол кезде. Ешқайсысын ұрмағам. Сол класстың жаңа қыздары бар, несі бар, жеткен ғой не керек. Класс жетекшісіне жетеді. Класс жетекшісі мені шақырып алады да, маған айтады: "Сен ұрыпсың біздің балаларды." Мен айтамын: "Апай, балдарыңыздан сұрасаңызшы, мен ұрмағам ешқайсысын." Деп шығарып, ұрсып жатырсыз. Иә, сөйтсем айтады: "Сен балдарды до того қорқытып қойғансың" дейді. Ол балдарды айтады ғой, Махамбет жоқ деп айтады екен да ішінде. Сөйтсе ана апай ойлаған ғой, Махамбет до того қорқытып қойған, содан Махамбет жоқ деп айтып жатыр деп ше. Сонымен не керек, линейкада бүйтіп шапканы шешеді да, Абылайдың баласына ақша жинаңдар дейді. Сол кезде кірерге жер таппай қалған кезім бар. Жігіт болып қалғам, 6-шы класста уже оң солыңды біздің ауылда айтып отырмын ғой, 5-ші класстан бастап уже жігіт боласың. 5-ші класстан бастап удар қабылдайсың, дедовщинаны сезінесің, жаңа тауып кел деген нәрсе тауып келіп үйренесің. 6-шы класста сен уже үйрететін жағдайдасың ғой жаңағы соларды ше. Сол кезде маған қатты әсер еткенсіз. Классыңызда нешінші атаман дедіңіз? Класстарыңыз көреді, астан жазады ше, бәрі. Өтірік алсаңыз бірінші атаман деп ше. Классымда 2-ші атаман едім. Бірақ 1-ші атаман мен күніге төбелесетін дау. Жеңіліп қалатын едіңіз? Жеңілмейтін дау. Бірақ білмеймін, сол официально 1-ші атаман. Бірақ осы ауылдағымды айтып жатырмын ғой. 2-ші атаман едім. Қай класс, қай мектеп? Қарақұмда ғой. Қай мектеп? Қарақұм орта мектебі. Қарақұмдағы Махамбет ағамыздың класстары болса жақсы кетсеңіздерші. Шынымен 2-ші атаман болдым. Шыңғыс деген класстасымыз бар, сол 1-ші атаман тұғын. Содан екеуміз күніге төбелесіп, доспыз екеуміз. Жақын доспыз. Бірақ каким-то образом күніге екеуміз төбелесеміз. Қазір көріп тұрасыз ба ол кісіні? Көріп тұрамын, араласамыз ғой. Қазір де 1-ші атаман ба? Қазір енді атаман деген жоқ қазір. Главар деп қойса қазір. Керемет. Ал жалпы сол класстармен араласып тұрасыз ба, әлде енді осындай бір танымал болғаннан кейін уақыт жоқ бұл кісілерге? Жоқ, максимально араласам. Негізі енді мен кейін қалада да оқыдым, қалада класстастарым бар. Қазір 3 мектеп ауыстырғам, 4 мектеп ауыстырғам, 1 мектепте енді аз оқыдым, спорт школада. Қалғандағы класстастарыммен максимально араласуға тырысам. И өмірдегі достарым да негізі сол класстастарым ғой. Көбінесе класстармен араласасыз. Енді ол кездегі Махамбетке қарағанда қазіргі Махамбетті сыйлауы қалай олардың? Құрметтеуі, шақыруы? Жоқ, сіз бәрібір медийный адамсыз ғой. Жоқ, шақыру медийный. Енді мен олармен арамды үзбегем ғой. Сол баяғы кішкентай кездегі Махамбет, сол Махамбеттің. Бұлар маған приколда тастай алады. Надо күресіп төбелесіп қала саламыз. Табаннан грустетіп жүре салады деп қойсың. Табаннан грустетіп жүре салады енді. Груст еткізбейсің ғой. Бірақ сол оларды мен бір жаңа мен медийный болып сен күштісің деген жоқ. Өйткені мен арамды үзбегем да. Үзіп кетіп қап, кейін медийный болып келген жоқ. Махамбет ағамыздың бизнестерінің біріне келдік. Бұл жерде мәке не бұл? Бұл жерде Бұхара деген кафе осы Шымкентте бұрында жүріп тұрған. Қазір осы жерде 5 бармақ қылып өзіміздің ұлттық тағаммен ашты. Балдармен партнер болып, осы жердің мен қазір амбассадорымын. Керемет. Жүріңіз кірейік. Әке, мына жердің атмосферасы бір керемет сияқты да, бірақ андай өзбекский стильде істелген ба, аты да Бұхара деген қалай? Ол 5 бармаққа тура келмейтін сияқты ғой. Ал әлде Бұхара 5 бармағы бола ма? Бұхара 5 бармағы десек болады, 5 бармақ десек болады. Негізі 5 бармақ Шымкент қой бұл жер.
күшті. Мәке, енді қараңызшы, бағанағы Мәке фудқа да бардық, осы кәсібіңізге де келіп жатырға, Аллаға шүкір, қазір абыройлысыз, қалтаңызда ақшаңыз бар. Аллаға шүкір. Барлық әйтеуір сізбен жүргісі келеді, суретке түскісі келеді, бір шайға шақырғысы келеді да. Осындай кезде өзіңізде бола ма? Былай өзінше болып кету, тәкаппарлықтанып кету деген да, мысалы. Болады ғой, кейбір кезде пендеміз, бағана қателесеміз, өзінше болып адамдар бір звездный болезнь дейсіз ғой. Болезнь болды ма? Жоқ, Аллаға шүкір, ондай звездный болезнь болған жоқ. Менде андай іште всегда анау тұрады да, баратын жеріміз 2 метр жер дегенді есімде сақтап жүріп, сол үшін максимально ондайға болмауға тырысамын. Енді айтпай ма, Мәке сен өзгеріп кетсін, мысалы достар болсын, жалпы бұрынғы таныстар, Махамбет сен өзгеріп кетсін, что-то бұрынғы ондай емес енді мынандай болады, кейде съемкадан съемка болып кетеді, босамай қаласың. Сол кездерде ойлап қалатын шығар, айтатындар да болады, өзгеріп кетіпсің деп. Ол өзгерген кезде мен өзім білем ғой, ол бір тәкаппарланып жатқан жоқпын, жұмысымнан босай алмай жататын кездерім болады. Ішке кірген де Мәке. Мәке іші уютный екен, прям әдемі екен. Қанша уақыт болды ашқандарыңызға? Бұны ашқанымызға бір айдай болып жатыр, құдай қаласа. Енді басталып жатқан бизнес. Полный халал, ішімдік сатылмайды. Осындай бір залымыз бар, осы екінші этажда тура осындай залымыз бар. Кабинкамыз бар, жаңа тапшанда отыратын кабинка бар, кәдімгі европейский кабинкамыз бар. Керемет. Осы жалпы. Бірақ что-то адам жоқ сияқты ғой әзірге, Енді қалай? Енді рекламаны, жарнаманы енді шығарып жатырмыз. Алла бұйыртса, Шымкент қаласының тұрғындарына айтып қояйық, келіңіздер, Елшібек Батыр 80. Міндетті түрде. Мәке, енді өміріңізде бәрі бітті деген сәт болған ба? Болып бітті деген сияқты болады ғой адамда. Бәрі бітті деген сәт болғанда енді жаңа сіздер факап деп отырсыздар ғой. Қатты бір қадалған кезім болған. Жаңағы фастфуд центрімді көрдіңіздер. Соны нөлден өзім салып, оның алдына жаңа цемент бизнесімен айналысатын, цемент сатып жүретін едім. Кейін жаңа карантин келді. Сонымен жаңа будкаға көштік. Будкаға көшіп, будкада жаңа лавашымыз бәрі өтіп жатқан кезде ой келді дедім, жаңа отыратын жер салайын деп. Сонымен ақшам бәрін сол отыратын жерге салдым да, жүргізетін кезде ақша болмай алды. Сол күнге де бір ретте кредит алмаған мен. Сол кезде бір кредит алып жүріп тұрған бизнесім артқа кетті ғой. Кредит қалай алдым, артқа қарай кетті, банкрот болып, қарызға кіріп кеттім қайтадан. Қазір енді ол кредитін төледіңіз ба? Кредитімнің жартысын төлеп қойғам, жартысын әлі төлеп жатырмын. Қазір сонда арестте ме, қалай енді? Бәрі жер арест болып тұр қазір. Шетелге шыға алмайсыз? Шетелге шыға алмаймын, Шетелге шыға алмаймын. Енді өкінесіз бе осы кредит алғанға? Кредит алғанға, сол алғанның күннен бастап өкініп қалдым негізі. Негізі мен бір совет айтатыным, егер де бизнес жасайтын болсаңыздар, негізі кредит алмай, жаңа айттым ғой, қалай бар, солай өмір сүру керек деген. Қалай бар, солай бастаған жақсы екен. Негізінен жалпы жолдары көп қой, инвестор тартуға болады, егер жақсы, мықты жүретіне уверен болып тұрсың, керемет. Бәрі бітті деп сол кезде ойладыңыз ба? Қалай болды ол? Енді бәрі бітті деп ойламадым, бірақ қатты артқа қарай кетіп қалдым. Өзіңіз ойлаңызшы, дамып тұрсың. Яқта цемент бизнесің бар, яқта будкаң жаңа мороженое, лаваш, сондай сатады. Доход енді жақсы түсіп тұрғаннан бірден артқа кеттім да. Қатты артқа кетіп қалдым. Жаңа айтып кіріп кеттім. Прям бәрі арестке жабылып, ешжаға шыға алмай, мынау тұрған Ташкентке шыға алмай қалдық та. Мысалы Ташкентке де мені түсірілімге шақыратын кездер болады. Әттеген-ай, бара алмайсың. Енді Аллаға шүкір, қазір бәрі орнығып келе жатыр. Ол жаққа да шығып жатырмыз енді. Құдай қаласа жақсы болады деген ниеттеміз. Мәке, мына жерді қарасам ешқандай шырша, әрлендіру ондай жоқ сияқты да. Жаңа жыл өзіңіз тойлайсыз ба? Бүгін 31 желтоқсан. Жаңа жыл тойламаймын, маған 31 желтоқсан, 1 қаңтар кәдімгі
Алланың берген күндерінің бірі болып саналады. Оған бір себеп бар ма? Оған себеп, ешқандай себеп жоқ. Жаңа айтып атады ғой, ата бабамыздың діні емес деп. Менің ата бабамның діні ислам діні да. Ата бабам жаңа жыл тойламағанда мен соны ұстанамын. Бәрекелді. Ал енді мына нәрсеге қалай қарайсыз, көзқарасыңыз? Мысалы, TikTokта соңғы уақытта қарасақ, ұятсыз, бағана батылдар ойнап жатады, біреу бірдеңе шешіп жатады, біреу маймыл болып жатады, біреу бетіне ешак деп жазып қойыпты. Бір ретте қарасам ше, енді мен білмеймін, ол сол жайлы өзіңіздің ойыңыз қалай жалпы? Ол енді осы дәл қазір сіз айтып отқан TikToktағы жаңа жиіркенішті істер осы біздің қазақ елінің азғындығының патологы деп ойлаймын. Адамдар хайп жасайым деп, танымалы болам деп, сондай бір жиіркенішті істерге барып жатыр да. Ішті аштат, және де соны көріп көрермен деген қызығушылық танытқаннан кейін де солай болып жатыр да. Соған ішім ашса мен. Көрерменнің деңгейі соған неге түсіп кетті екен деген. Мен де бір кезде өзіміз TikTokта отырамыз ғой, бір қарап отырсаң, эфирге кіріп қалсаң, біреу жаман нәрсе айтып жатады да, бағана шешесіне боқтап, апасын, шешесін бүкіліне апарып жатады да. Мен білмеймін, ол жігіттер намысы жоқ па, немесе сол хайпте бір-бірімен келісіп алады екен, бір кісілердің естуі бойынша, олар бір-бірімен келісіп алады екен да, сонымен шоу жасайды екен. Шоу жасағаннан кейін аналар бір-бірін көреді екен да. Мен де тура сіз сияқты ойым, бұл енді ешқандай ар намысты, ешқандай ақшаға сатуға болмайды деп ойлаймын. Енді ондай жігіттер қыздарға не айтар едіңіз? Ондай жігіттер қыздарға не айтамын? Өз-өздеріңді максимально тәрбиелеңдер. Көріп отқан іні қарындастарың бар. Сендерден бой түзейтін, сендерден қарап. Болмаса өздеріңнің анау атанаң жоқ болса да сенің атанаң болған ғой, соның ұрпағысың ғой. Дұрыс айтасыз. Айта кететін нәрсе, көп адамдар ойлайды да, хайповать етіп, танымал болу үшін ұятсыз нәрсе түсіру керек, немесе жаман нәрсе айту керек деген сияқты. Аллаға шүкір, мен өзімде мысалы 7-8 айдың ішінде қазір кез келген жерде жүрсек те, басқа қалаларға барсақ та, немесе Өзбекстан, Қырғызстанға барсақ та адамдар танып жатады. Біздің өзіміздің контенттеріміз, мысалы, ешқандай боғауыз сөз жоқ, жаман әңгіме жоқ, тек қана жақсы контентпен танылдық та. Сондықтан қаншама кісілер жақсы контентпен танылып жатыр. Сондықтан жақсы контентпен де танылуға болады деп айтқымыз келеді. Мәке, енді қашанғы осындай қысқа роликтер түсіріп жүресіз? Бір үлкен кинотеатрға, бір үлкен кино түсіруге жоспар бар ма негізі? Әлде осылай жүре бересіз ба? Үлкен кино түсіруге жоспарды біз сол 2014-те құрып қойғанбыз. Қазір енді жайлап соған келе жатырмыз. Алла бұйыртса 2025-те үлкен кино шығаратын шығармыз деген ойымыз бар. 2025-те ма? 2025-те. Қандай драмада? Қандай жанрда деген ба? Қандай жанрда дегенде, жанр драма ғой, біздің түсіретініміздің бәрі драма ғой негізі. Және де қазір бір қолға алып жатырмын. Ана күні айттым ғой, кішкентай балдарды тәрбиеледік деп, кино школада оқыттық деп, соны қаланың ішінен бір кішкентай бала емес, жас ерекшелігіне қарамай, кішкентайдан қарияға дейін сондай бір актер болғысы келетіндер болады ғой негізі. Киноға түсем деп жүретіндерді, соларға бір школа ашсам ба деймін да. Жаңа кәсіби маман, актерский мастерствосын үйретіп, доя жаңағыдай түрін танытқысы келетін адамдар болады ғой. Соларды шығарсам деген ниет бар. Оны қашан ашайын деп отырсыз? Қашанға жоспар? Осы 25-тің қаңтарында бастаймыз. Алла бұйыртса, қаңтардың аяғына қарай бастайтын шығармыз. Қазір проекттеріміз бар. Өздеріңіздің личный брендтеріңізді дамытқыңыз келсе, мүмкін кәсібіңізді, мүмкін түріңізді деген сияқты. Мәке, онда Махамбет ағамыздың астына Instagram қалдырып кетеміз. Сонда міндетті жазыңыздар, сіздерге толықтай түсіндіріп айтатын болады. Жалпы Махамбет фильм киностудиясының ұжымы жұмыс істейді сол адамдармен. Енді рөлдеріңізде көп көрсек,
осы 1-2 жыл бұрынғы видеоларымызды қарасақ, барлығында бір бандиттің рөліндесіз да. Қаншердің ше. Иә. Мысалы енді Қыжыбек пен Бекежан киносын білесіз ғой? Иә. Сол кезде Бекежанды халық өте жек көріп қалған. Соны бір атамыздың интервьюін қарасақ айтады да, халық дейді, мен Датова көшеде көрсе бетіме түкіріп кететін дейді да. Сол кезде, иә. Сол кезде. Енді рөлін қатты ойнап шыққан ғой, Датова Иә. шың не істеген ғой. Сосын қарасақ, ол кісінің бала шағасы да жоқ екен. Айтады да, мүмкін сол халықтың қарғысы да шығар дейді да. Бір өкініп айтатқандай айтады да ана интервьюінде ше. Сіз қалай ойлайсыз? Тек қана қаншердің жаман адамның рөлін, біреуді өлтіріп кететін рөлінде ойнауға қорықпайсыз ба? Енді жаңа айтып отырсыз, көптеген рөлде не қаншер болып ойнадыңыз деген сияқты. Қаншер болып ойнағаным сол бірінші рөлімде бандит болып ойнағам. Сонымен ары қарай бандит болып қалыптасып кеткен. И қазір режиссерлерді шақырғызған кезде мен сондай бір бандиттің рөліне шақыруға тырысады да. Ал енді ол кезде Бекежан, жаңа Қыжыбек пен Төлеген кино түсірілген кезде киноиндустрия енді дамып жатқан да. Адамдар прям серьезно. Енді жаңағы ағамызда, атамызда мықты ойнаған ғой Бекежанның рөлін. Бірақ ол кезде енді адамдар шын деп ойлайтын болған да киноны. Қазір қатты дамып кетті ғой. Интернет, адамдар уже өздері де түсіріп сала береді. Енді білмеймін, өйтіп қатты қарғайды деп ойламаймын қазір. Роль ретінде қабылдайтын шығар. Бірақ жаңа ғана солай. Енді бағана айтып отырсыз ғой тағы да, осы роликтерден түсірмес бұрын осы қысқаша өзіміздің түсіріп жүрген роликтен адамда кішкентай балалар келіп қорқатын деп ше. Иә. Негізі роликтер жаңағы Солай деген проектім бар. Оларды түсірмей тұрған кезде адамдар мен суретке түсуге қорқатын. Бандит деп қабылдайды. Кішкентай балалар ма? Кішкентай балалар разница жоқ па? Кішкентай балалар да қорқатын. Енді қорқатыны бар, кейбіреулер танымайтын даже. Өйткені баяғы киноларды көрмеуі де мүмкін. Иә. Кейбіреулер болатын бүйтіп сүйретін ашып келеді де бүйтіп түсем деп айтуға кеп, Камераны қосып өтіп кетеді. камераны қосқан кейін ассалаумағалейкум деп амандасады өтіп кетеді. Сұрайтындар бар, сіз шынымен бандитсіз ба деп. Мен айтамын, мен бандит емеспін деймін, мен актермын. Өмірде жалпы бандит емес, иә? Алла сақтасын. Жаңа екінші атаман болып, андай ой болмады ғой, бандит болып ары қарай кетемін. Кішкентай кездегі, бала кездегі не ғой, ол екінші атаман деген жаңа мен айтып беріп отқаным, сол 5-ші класс, 6-ші классқа дейінгі кездер ғой. Ал бұлай өмірде бандит боламын деп бүйтіп қимылдамағам. Енді Шымкент енді өзіңіз білесіз ғой, енді криминальный қала ғой. Бандиттермен кездесіп қалып, сізге найе жасап, немесе бір рахметін айтып жатқан моменттер болды ма? Болған, көп болған. Сол моменттерді айтып берсеңіз. Найе жасағысы келген маған. Сол криминалды авторитеттер ме олар, кімдер? Авторитетпіз деп санаған шығар, енді өздерін жас балдар еді ол кезде олар. Біз де жас едік. Жаңа бандиттің рөлін ойнаймын ғой мен. Қынсылған жарда шығамын, лохотронда шығамын, сол кезде маған. Сен неғып бандиттің рөлін ойнайсың дейді маған. Мен айтамын да, неге ойнамаймын деймін да бандиттің рөлін. Сен ойнайсың ба деймін да бандиттің рөлін. Жоқ, мен ойнамаймын дейді. Вот сен актер емессің деймін да, мен актермын. Мен бандит емеспін деймін да. Сонымен шешілген, нормально. Не болып шешілді? Ұрды ма сізді? Ұрған жоқ, кешірім сұрады. Сізден кешірім сұрады ма? Неге сіз бандит емес, ол қорқытып қоятындай әлі заявление жазып жүрдіңіз? Алланың қалауымен ғой, сол жерде түсіндірілді. Түсіндіру мероприятиялар жүрді. Қасыңызға ағаларын шақырдыңыз ба? Ешкім шақырған жоқпын, бір өзім. Өзімен өзі түсініп қалды ма бір? Өзімен өзі түсіндірдім. Жақсылап әдемілеп түсіндірдім ғой, отырғызып қойып осылай. Подкаст қысатып ше. Осындай әңгіме болды деп қойдыңыз. Әңгімеге тартып, дәл сол кезде енді мен айтып отырмын ғой, бандит болмағанмын, бірақ біз Лохотрон деген киноны жазған кезде сондай көшеге, сондай қалай айтсам болады, криминальный неге өмірге қатысы бар бір жігітпен отырып жазғанбыз да. Ар жаққа сотталып шыққан досымыз ғой ол да. Сонда күніге сонымен жазамыз ғой, жаңағы сценарийді отырып алып Лохотронға. Күніге ары бері шайқайды ғой, жаңағы әңгімені ол кісі апарып алып келетін да. Енді бізде кеше TikTokқа видео салғам ғой. Ертең Махамбет ағамызбен осындай подкаст жасайын деп жатырмық. Сіздерде қандай сұрақ бар деп.
сонымен Бекзат Абдыраманов деген бауырымыз былай жазыпты: сенімен түскен видеолардың ішіндегі қайсысы өзіне қатты ұнайды дейді. Қайсысы қатты ұнайды дейді. Жалпы негізі екеуміздің түсірген видеоларымыздың барлығы ұнайды. Өйткені ол жерде мағына бар, өмірлік мағына бар, адамдарға бір ой қалдырып кететін видеоларымның барлығы ұнайды. Қайта бір көретін видео болады ішінде бір ерекше ше. Мысалы, мен өзімде де болады, мысалы өзіміздің түсірген видео болса да, бір қарап, бір риза болатын бір видео болады ғой. Мәке, өміріңіздегі ең үлкен сәтсіздік факабыңыз қайсы болды және одан не сабақ алдыңыз? Өмірде енді сәтсіздіктер менде көп болған. Бизнеста болған, жаңағы мектепте болған, университетте болған. Көп былай айтып кететін болсам сәтсіздіктерім, бірақ ішіндегі қатты сабақ болған сәтсіздігім жаңағы жанұямның құлауы, ажырасу болды да. Сол әлі сабақ болып келе жатыр маған. Ал сол нәрсе қайтадан қайталанса не істер едіңіз? Сол уақытқа қайтсаңыз? Сол уақытқа қайтсам, қазірге ақылыңыз бар, қазіргі ақылмен, қазіргі санаммен сол уақытқа қайтсам, мен мүмкін жанұямды сақтап қалар ма едім. Ажыраспас па едім. Бір қыздың басын сорға тықпас па едім дегендей ғой. Ол ажырасу деген еркекке білмейді, әйел адамға қатты әсер етеді ол. Еркекке де әсер етеді, мысалы, маған ол қатты әсер етті айтып жатырмын ғой, әлі күнге дейін сабақ. Бірақ әйел адамға қиын да ол ажырасқан. Енді осындай қиындықтардан кейін өзіңізді қалай жинайсыз? Көп адамдар өздерін мен тастап енді былай болды. Мен өзім кішкентай кезімнен толықпын. Сол кездерде мен даже 145 килограмм тұғым. Қазір қаншасыз? Қазір 125 килограммын. Сол кезде қатты толықпын, ажырасып жатырмын, тірлігім болмай жатыр. Жаңағы госслужбаға кірейін десем, таныс керек қой. Танысым жоқ. Бизнес бастайын десем, ақшам жоқ. Сондай кездер болған. Жаңа мен юрист болып істедім дедім ғой. Сол юрист болып істемей тұрған кезде сондай кездер болды да, менде таксовать етсем, ол кезде Яндекс жоқ қой. Шығып таксовать етіп ақша табайын десем, клиент жоқ қой. Клиент жоқ та. Бензин жағып қайтып келем да. Сондай сәтсіздіктер болды. Салмағым 145 кило. Сонымен өзіме қарап, жаспын ғой енді ол кезде. Жас жігітпін. 28-ден ба, 29-дан ба, ұмытып қалдым уже. Өзіме қарап сөйлестім. Өзіммен өзім сөйлестім да. Жұмысың жоқ, бизнесің, ақшаң жоқ, істеп жатсың, болмай жатыр. Өмірің быт ажырасып жатсың. Салмақ тастап арықтауға не кедергі дедім да. Өзімді дәл сол кезде спортқа бердім ғой. 2 айда 45 килограмм тастап, өзім көлеңкемнен өзім қорқатын дәрежеге жеттім да. Ажырасқаннан кейін болып жатқан нәрсе ғой бұл, Бұның бәрі ажырасқаннан кейін болып жатқан нәрсе. Әлде бір қыздарды көріп ұнатып сол мотивация болды ма сізге? Жоқ, ондай мотивация болған жоқ. Өзіммен өзім жеке сөйлесіп. Мәке, енді қазір бастап келе жатқан жастар бар. Сізге қарап қызығады, өзіңіз сияқты болғысы келетін жігіттер, қыздар өте көп та. Өткен бір реттен кастинг жариялады ғой. Сол кезде бір кастингте Фазыл ағамыз отыр ғой. Сонымен громкіге қойып қалды. Я, айта беріңіз, мен бана пробный видео жібер, жасыңыз қаншада, атыңыз кім, қай қаладансыз, салмағыңыз суретін жіберсе, братан, в общем, маған дейді да, Мәкенің қасына пистолет түсіп жүретін роль керек дейді да. Былай айтқанда, фанаттар, ярый фанаттарыңыз көп екен, сол кезде түсініп жатырық та. Өзіңіз көрген адамдар айқайлап жүреді айтыр. Шок болып, эмоциямен. Енді сол жастарға бір өзіңізден бір ақыл кеңес болса. Өнердегі жастарға ма? Жалпылама жастарға. Жалпылама жастарға. Жалпылама жастарға айтатыным, қалай бар, солай өмір сүріп үйрену керек деп ойлаймын да. Өзін жасанды емес,
қалай түсіндірсем болады, біреулер өзін асырып көрсеткісі келеді ғой. Қалай бар солай өмір сүріп, ары қарай сол дәрежені асырып көрсетпей, сол дәрежеге жетуге талпыну керек. Керемет. Бүгінгі подкастымыз сіздерге ұнады деген ойдамын. Енді өмірімде подкастта бірінші рет осындай сұрақ қойып, өзім подкаст жасап жатырмын. Сондықтан қателіктер болса, қателігіме мән бермеңіздер, қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта турлайтын боламыз. Міндетті түрде каналымызға тіркеліп, лайк басып, қызықты моменттерін алып, өздеріңіздің TikTok, Instagram статустарыңызға қойып алып кетіңіздер. Және де егер жақсы көрілім, просмотр жиналып жатса, Мәкемен тағы да екінші, үшінші бөліктерін түсіретін боламыз. Мәке, енді біздің подкастымыз аяқталды. Енді өзіңіздің атыңыздан бірдеңе берсеңіз оқырмандарға. Енді білетіні бар, білмейтіні бар. Менің Make Food деген фастфуд центрім бар. Сол жерге 3 адамға 5 мыңнан сертификат беремін. Келіп, отырып, жеп кетсе болады. Шарты осы YouTube каналдың астына, видеоның астына комментарий жазасыздар. Және Instagramға Мәкені және мені кез келген отрывокты алып белгілесеңіздер, Instagram арқылы сіздерді тауып жеңімпазды анықтап беретін болады. Міндетті түрде өздеріңіз ойларыңызды жазып кетіңіздер.